BYD көлігі найзағайдың соққысынан аман қалды. Қытайдың Бейхай қаласында BYD Song Plus электромобильді көлігін кенеттен 3 рет найзағай ұрған. Бұл жағдай басқа бір көліктің бейне камерасына жазылып қалған. Абырой болғанда көлік жүргізушісі аман екен. Ал көліктің өзін BYD дилерлік орталығының мамандары тексеріп көрді. Нәтижесінде көліктің төбесіне 2 найзағайдың түскенін анықтаған, бір таңқаларлығы көліктің өзіне ештеңе болмаған. Мамандар оның аккумуляторын, басқару жүйесін, қозғалтқыштарын толықтай қарап шыққан. Десе де ешқандай зақымдалу болмаған. Негізінде найзағай түскен жер әр уақытта опырылып, тіпті өрт шығатын. Демек басқа да қытайлық көліктерге қарағанда BYD-дің мықты болғаны ма? Сіздің ойыңыз қалай? Жалпы Қытай көліктеріне көңіліңіз толадыма? Өз ойларыңызды төмендегі пікір бөліміне жаза кетіңіздер.